Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ақша туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ақша тыныштықты сүйеді. Өзіңізді бір тексеріп көріңізші. Ақша туралы қаншалықты жиі айтасыз? Оның жоқтығын айтып көрсінетін кезіңіз көп пе? Олай болса, сізде ақша болмайды. Өйткені менде ақша жоқ деп өз-өзіңізді сендіріп қойғансыз. Керісінше лотереядан 50 мың теңге ұтқаныңызды айтып мақтанасыз, немесе сүйіктіңізден пәлен ақшаға тон алып берген ортаға саласыз, немесе достарыңыздың үстінде де кірмеген жалақыны алатыныңызды айтып отырасыз ба? Тез тоқтатыңыз. Бұлай дұрыс емес. Ешқашан алатын жалақыңыз туралы ешкімге айтпаңыз. Отбасыңыздың кірісі жайында ешқашан көпшілікке сөз қозғауға болмайды. Бұлай істеген болсаңыз, ақшаңыздың энергиясын бұзасыз. Ол сізге қажет пе? Батыста бірінің жалақысын қанша екенін екінші адам сұрамайтын кездейсоқтық емес. Достары мен таныстарынан бөлек кейде бір шаңырақтың астында тұрып, әке-шешесі балаларының табысы жайында білмейтін де жағдайлар көп. Қанша айлық аласың деген сұрақ қою әдепсіздікке жатады. Ал бізде мұндай жеке бастың құпиясы көпшіліктің назарында жүріп үйренген. Егер сіздің айлығыңыз жайында екінші біреу сұрап қоймай жатса, төмен бағаны айта салыңыз, одан ұтылмайтыныңыз анық. Неге? Кірістер көбеймейді. Өз табысыңызды арттыру үшін бір әрекет жасаған шығарсыз, бірақ неге екенін табысыңыз еш өсетін емес. Сонша күш жұмсап, қанша тер төксеңіз де қалтадағы қаржы көбеймейтін емес. Неге? Өйткені әр адамның қорықпай жұмсай алатын, өміріне қабылдай алатын ақшаның өз деңгейі бар. Бір минутта көз алдыңызға $1 миллион ұтып алғаныңызды елестетіңізші. Сол ақшаны сіз қайда жұмсар едіңіз? Сіз қайда сақтар едіңіз? Үйде, банкте, қай банкте сол ақшаны ұрлатып алсаңыз не істейсіз? Егер сол $1 миллион өміріңізге қауіп төндірсе қайтесіз? Міне, осындай ойлармен адам миллиондар кіретін есікті өзі жабады. Өйткені мұнша көп ақшаны қабылдауға ол іштей дайын емес. Кейде күтпеген жерден сыйақы алып қалсақ, сол ақшаны бір күнде жұмсап тастаймыз. Соның ақша деген су сияқты деп таң қалатынымыз тағы бар. Басыңыздан осындай жағдай өтті ме? Бұл біздің сол ақшаны қалай ақылмен дұрыс жұмсауды білмейтініміздің арқасында. Білмегендіктен бұл қаражаттан тезірек құтылудың жолын іздейміз. Ақшаны қалай көбейтуге болады? Ақша өзінің жеке үйін, әмиян болғанын қалайды. Қаншалықты сәнді, ыңғайлы, таза болса, соншалықты ақша да арта түспек. Егер әр мақсатқа арналған ақшаны жеке-жеке үйшігі болса, тіпті керемет. Күнделікті жұмсалатын ақша, шетелге жолдама алатын ақша, жаңа көлік сатып алатын ақша деген әр ақшаның өз үйшігі болған дұрыс. Мұндай жағдайда ақша жақсы жиналып, табыс көбейе түседі. Байлық та, кедейлік те адамның қалтасында емес, басында. Ал қалта толып жүрсін десеңіз, онда мына 5 қағиданы естен шығармаңыз. Ақша өзінің жақсы көріп қана қоймай, оған деген махаббатын көрсете алатын адамдарға көп келеді. Ақша энергиясы ұқыпты қараңыз. Алтындай жарқыраған денелерге табынып, ақшаға құнығып кетпеңіз. Тура ортаны ұстаңыз. Ақшаны жақсы көріңіз, бірақ ол үшін жан беруге барудың қажеті жоқ. Ақша санағанды жақсы көреді, жиі санап тұрыңыз. Егер ақша туралы сізге видеолар қызық болатын болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіз ақшаны қаншалықты жақсы басқарасыз және қолданасыз. Өз ойыңызды жазып кетіңіз.